Сәлем достар, бұл әлем кей кездері ғалымдар шеше алмайтын ғажайыптарға толы. Қазір біз сіздерге ең ғажайып жағдайларды көрсететін боламыз. Ал сіз арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше кеттік. Бұл кісі ашық жерде көрінбес күш итеріп жібергендей қолады. Көрінбес күштер барлығына көпшілік сене бермейді. Алайда желіде түсініксіз видеолар өте көп. Калифорниядағы мына бір толқынға назар салыңыз. Бұл көрініс фантастик болып көрінеді. Мұхиттың осы бір бөлігінде жарқырау өте күшті. Бұл бейне солтүстік Дакотада алынған. Алайда мен су не үшін жанып жатқанын түсінбедім. Ал сіз бұл туралы білетін бедіңіз? Бұған сену қиын. Ұзақ уақыт бойы құмда және сусыз өмір сүре алатын балық бар. Бұл балық анабас балығы. Мұхитта кей кездері дауылдан кейін қойық көбік пайда болады. Жел оны жағаға алып келеді. Біз қалада самокаттағы адамдарды тез көреміз. Алайда адамдарсыз самокаттарды көрген бедіңіз. Бұл самокаттарды алыстан басқару мүмкін. Ол тіпті сізді аэропорттан күтіп алуы да мүмкін. Бұл бейне Сауди Арабстанда алынған. Бұл жерде ағаштар шегірткелермен қапталған. Тіпті көпшілік бұл бейнені көріп мазасы қашады. Эшимо Охаси. Бұл әлемдегі атақты болып кеткен Жапония көпірі. Бұл бейне көпірді тік қылып көрсететін ракурстан алынған. Достар, видео осымен соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Баян KZ арнасы.